Ахмет Байтұрсынұлы 1872 жылы Қостанай облысының Торғай өңірінде дүниеге келген. Ол қазақ тілі білімінің іргетасын қалаушы, ірі ғалым, ағартушы, педагог, сөз құдіретін танытқан танымал ақын. Қазақ баспасөз тілінің ұлттық үлгісін көрсеткен талантты публицист. Туған халқының рухани дүниесін көтеруге көп күш жұмсаған мәдениет қайраткері. Қазақ тілінде кітап құрастырып, оқулық жазған ағартушы, ғалым. Алғаш әліппені де жазған осы кісі. Сондықтан да Ахмет Байтұрсынұлы әліппенің атасы атанған. Алғаш қазақ хрестоматиясы атты оқулықты да осы кісі жазған. Ахмет Байтұрсынұлы ұлттық тарихымызда ешкіммен салыстыруға келмейтін ерекше тұлға. Ол қазақ халқының ұлттық санасын оятып, азаттық күреске шақырды. Оның мақсат мұраты қазақ халқының материалдық жағдайын жақсарту, мүмкін болғанынша мәдениетін көтеру болды. Мен осы мақсатты қамтамасыз ететін үкіметті қолдауға әрқашан әзірмін деді. Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдығына орай оқуға құштар мектеп жобасы аясында 8-гі сынып оқушылары ақынның шығармаларымен, өлеңдерімен тереңінен танысуда. Ал енді келесі кезекті сол оқушыларымызға берейік. Ахмет Байтұрсынұлы ғылым. Ғылымдар дүниелік сиқыр болмақ, оқыған ол ғылымды кәпір болмақ. Зулатып шариғатты шарт жүгініп, молдекең отырғанда мойнын толғап. Сондықтан заман жүйрік біздер шабан, артында іле салмай жүрміз аман. Күн сайын өзгеріліп өнер артып, бәрі де бара жатыр алға таман. Заманның түлкі болса тазы боп шал, деген сөз аятпенен бірдей маған. Алақтап артымызға қарағыштап, жүргенде ақ озып ұзап кетті заман. Нәрсені түскенбеген өңді көрдік, соларды тапқан ғылым демір жаман. Ахмет Байтұрсынұлы жұртыма, бірлік қып іс етуге шырқақ жұртым, табылса оңай олжа ортақ жұртым, сияқты қара қарға шуылдаған, үрейсіз қоян жүрек қорқақ жұртым. Білмейсің жөнің менен терісіңді, ел болып іс етпейсің келісімді. Үміт қып бәйге атындай талай қосып, байқадым шабыс түгіл желісіңді. Жан айтқан жұртшылыққа адам болса, шығасың қолына ала керісінді. Бұтыра бет-бетіне жөнелгенде, көрдік қой жайылатын өрісінді. Ахмет Байтұрсынұлы қазақ салты. Қазылдап қайық мініп ешпесі жоқ, теңізде жүзіп жүрміз кешпесі жоқ. Жел соқса, құйын соқса жылжи беру, болғандай табан тіреу еш нәрсе жоқ. Бұл күйге бүгін емес көптеп кірдік, алды артын аңдамаған бетпен кірдік. Шығармай бір жеңнен қол, бір жерден сөз, алалық алды бақан дертпен кірдік. Бейне бір құдіретті сынағандай, сақтар деп сақтар болса сертпен жүрдік. Жан жақты жаратқанға күзеттіріп, жақынмен арылдастық иттей үрдік. Білдірдік елдің сырын, елдің қырын, елері берек іске елдің сырын. Әлі де сақылаусыз салты бағып, түр жоқ айтатындай пәлендерлік. Ахмет Байтұрсынов, елге сәлем. Талаптың жастың бірі сен бір балам, келіпсің дәмін айдап қаратайдан, қанбақтайды жел аударған, ажырапсың ел жұрттан туысқаннан кейін қалған. Басынан ер жігіттің нелер кетпес, қажыма қайратты ол есін шетпес. Бейнетін көрген түсте болар ұмыт, шығарсың адаттықты ерте кеш. Басың жас, қызығын көп көрер алда, мұңайма бақсызбын деп бүгін таңда. Ұлы той көптен көрген деген бар ғой, байқасаң аман қалған адам бар ма?